Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге арасында кремі бар, құрамы жағынан арзан, тәтті тоқаштардың рецебімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға керекті суымызды құйып, оған сары май, шым тұз және қантымызды салып, майды еріте отырып, суды қайнатамыз. Қайнауға жақын қалғанда ұнымызды салып, жақсылап тоқтамай араластырамыз. Ұнды салған соң қамырымыз қоюланып, тез дайын болады. Енді қамырымыз құрғағанша тоқтамай араластырып тұрамыз. Қамырымыз құрғай бастағанда ыдысымызға түбі жабыса бастайды. Сол кезде бөлек ыдысқа алып суытатын боламыз. Шамамен 45 градусқа дейін суытамыз. Мінекей қамырымыз суыды. Енді жұмыртқамызды салып, бір келкі масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Дайын болған қамырды мешокқа салып, табамызға құйып шығамыз. Мінекей осылай пісіп шықты. Екіншісін осылай екі түрлі формада құйып пісірдім. Дайын болған тесталардың ішіне енді кремімізді құйып шығамыз. Мендегі крем заварной крем, ол YouTube каналымда бар, ссылкасын описаниеда қалдырамын. Ең алдымен кремді мешокқа салып, тесталардың ішіне құйып шығамыз. Тоқаштардың ішіне кремді құймай жатып, осындай үшкіртотпен тесіп алған дұрыс. Міне барлығына құйып шықтық. Енді бетін әрлейміз. Бетіне шоколад жағып, кокосовый стружканы сүйіп шығамыз. Бетіне сепкенге жаңғақ және одан басқа заттарда қолдануға болады. Ол қалауыңыз бойынша. Мінекей дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.